Баршаңызға сәлем. Бүгін өз каналымда кешкі асқа әзірлеген тағаммен бөліскім келіп тұр. Видеомды соңына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы болсын деп тілеймін. Бүгінгі тағамым байқағандарыңыздай тауық етінен картошканы пісіремін. Ең бірінші табаға майды құямыз. Арасында мен жай майдың орнына тауықтың майын немесе құйрық майды шыжғырып дайындап қоямын, морозилкаға салып, немесе топленканы пайдалануға тырысамын. Бұл жерде мен құйрық май мен топленканы араластырып салдым. Осы май ерігесін үстіне етімді салып қуырамын. Және осы таза сары майды, сәуір майын балаларға қасықтап немесе нанға жағып берейін десең, кей балалар жемей қояды. Сондай кездерде завтрак тағамдарына немесе второй тағамдарға астына жайлап осылай сәуір майды салып жіберсеңіз, ол өзі еріп кетеді, и бала оны байқамай жеп қояды. Солай балаға жегізсеңіз де болады. Солай егерде сәуір майын, таза сары майды балаңыз жемей жатса, менен сізге кеңес болсын. Жалпы өзім балаларыма арасында солай берем. Енді осы еріген майдың үстіне тауықтың етін салам. Етім піскенше картошкаларды тазалап, жуып, турап дайындап қоям. Менде кешкі астың уақыты жақындап қалған соң тезірек пісуін қаладым. Сол себепті картошкаларды осындай кішкентай етіп турап қойдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада турасаңыздар болады. Етім дайын болып пісіп тұр. Енді үстіне картошканы қосам. Видеода байқағандарыңыздай тұз, куркума және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, орташа отта пісірдім. Ешқандай суды да қоспадым. Және байқағандарыңыздай, алғашында етті қуырып жатқан кезде мен тұз салған жоқпын, барлығын соңында салдым. Тамағым өте дәмді болып шықты. Малдың майына пісірген соң өзінің ерекше дәмін беріп тұрады. Арасында көрені жер пайдалануға тырысамын. Видеомды қарағаныңызға рахмет. Подписаться батырмасын басып, лайк пен пікір қалдырыңыз. Сау болыңыз.